Баршаңызға сәлем. Мен сіздермен дәмді әрі сочный болып пісетін пигодидің рецептісімен бөліскім келеді. Ең алдымен ыдысымызға ұнды салып, оның ішіне тұз, дрожж салып араластырамыз. Одан кейін ішіне жылы су құя отырып, жұмсақ қамыр егеміз. Қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Ең бірінші фарштың үстіне пияз, орам жапырақ, чеснок және де дөңгелектерімізді қосып, әдемілеп араластырамыз. Одан кейін ішіне кішкене майонез суымызды тағы бір рет араластырып, ұзартқышқа қоямыз. Ашыған қамырымызды кішкене домалақтап формаға саламыз. Осылай формасын болғаннан кейін бетін жауып, ең бірінші алған қамырымызды жайып түйе бастаймыз. Алдымен қамырымызды ұшын жабыстырамыз да, екі жағын бүгіп отырып, осылай түйеміз, мен қолдап түйемін. Сіздерге жасап көріңіздер. Бір рет көрсете кетейін, салмақты салғаннан кейін ұшын біріктірмеңіздер. Одан кейін екі жағын кезектесіп пісіп отырып жабыстырамыз кезде жапырақ сияқты форма шығады. Дайын болған пигодиларымызды орталыққа салғанда, осындай ыдыстарымызда себебі піскен кезде пигодиларымызды күйіп жабысып қалуы мүмкін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге лайк деген ойдамын. Ас қалсын. Пигодиді корей